Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Құрметті достар, бұл видеоның алдында да мен видео жазғамын. Көшедегі бұралқы иттер турасында. Көшенің бәрін бұралқы иттер қаптап кетті. Және десе, сондай нанын тауып жей алмай отырғандар 6-7 иттен ұстап жатыр. Олардың біреусі де байланбайды, көшеде жүреді. Сол ауылда жалғыз өзі тұрып жатқандай, итінің барлығы бүткіл ауылдағы кісілердің бәрін қуалап жүреді деп осы видеоны жазғанымда, оған түрлі бір жүйкеге тиетін пікірлер жазып қойыпты біреулер. Мейлі енді олар мүмкін бұл иттен жапа шегіп жатқан жоқ шығар. Егерде мына Ақтөбедегідей баласы ма, немересін ба иттер талап қансыратып өлтіріп қойса, немесе Алматыда бір әйел итке таланды, бас терісі жыртылып, балтырын жұлып ап қойды. Өзім де көрдім, мына Тараз қаласында 6-шы совхоз деген бар. Сол жерде бір топ ит жабылып, бір бойжеткен қыздың балтырын жұлып, балтырын жағы талап, тілмелеп тастаған. Сондайлардың бәрін көргеннен кейін біз бұл бұралқы иттің көшеде жүруін керек емес бізге. Бұдан жапа шегіп жатқандар көп. Және десе, Орал қаласында бір 10 шақты ит бір кішкентай баланы қуалап кетіп бара жатқанын бір батыр қыз о баланы құтқарып алды. Мейлі енді құтқарып алды, о бала соншалықты зәресі ұшып, қатты қорыққандығы үшін ол кейін ауру болып шығады бәрі. Сахарный диабет бола ма, немесе жүрек қабы қанып кете, кеңіп кете ма, сондай аурулар болуы мүмкін да. Ал енді мынау маған пікір жазып жатқандар, әбден жүрегі иттің жүрегіне ұқсап кеткен, иттің қамқоршылары жазып жатқан болса керек. Иттің үстінен ақша жеп, итке бөлінген бюджеттен бөлінген ақшалардан кішкене қомақты өздеріне қалдырып, болмаса шетелден біз мына иттің құқығын қорғап жатырмыз деп, шетелден ақша алып, мүмкін ақша алып отқан шығар деп ойлаймын да. Солар бұл пікірді жазып жатыр. Басқа көшедегі иттен жапа шегіп жүрген кісілердің көбісі мен жақсы пікір жазып жатыр. Өте дұрыс мәселе көтердіңіз. Күрделі мәселе бұл енді. Қазір мына қаңғыбас иттер көшеде балаларды жүргізбей қойды. Онша-мұнша әлсіз адамдар жүре алмай қалды деген пікірлерді жазып жатыр. Енді тағы да айта кетерім, бұны біраз депутаттар қолға алған екен, бір 3-4 депутат. Қалған депутаттардың барлығы бұл итті атуға болмайды, атуға заң шығаруға болмайды деп қатып, бір-бірлерінің сөзін қоштап отырды. Ал енді сол депутаттың сөзін қоштап, барлығы осындай құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев, осындай иттен жапа шегіп жатырмыз, немерелер талап кетіп жатыр, мектептен қайтып келе жатқан кішкентай балаларды, 1-ші класстың балаларын, 2-ші класстың балаларын, 3-ші класстың балаларын талап, қуалап жүр деп, осындай өздерінің жан айқайларын айтса, бұған басқаша заң шығара алмайды. Депутаттар қатты әрекет қылып жатыр, бір 3-4 депутат. Бірақ оған соның сөзін қоштап кететін, соның сөзін қуаттайтын халықтың ішінен ешкім шығып тұрған жоқ. Бір ғана мен иттің керек жоқ, көшедегі қаңғыбас итті, бұралқы итті, үстілерін қотыр басып кеткен итті, құтыр ауру болып кеткен иттердің бәрін атып тастау керек десем, маған сондай пікірлерді жазып жатыр. Олар кімдер? Әрине олар воротасынан шыққанда машинасымен шығып кетіп, қайтып воротасына оралатын адамдар, сол иттің үстінен бизнесін көріп, үстінен түскен ақшаны табыс көзіне айландырып отырған адамдар деп ойлаймын енді. Шындығында бұл ит біз үшін өте бір қауіпті нәрсе болып жатыр. Иттің аты ит, бұл жыртқыш. Қансыратып өлтіріп тастап жатқаны барлығымызға мәлім болып жатыр. Ақтөбеде 2 бала қайтыс болып кетті осы иттің кесірінен. Ал енді біздің ол естігеніміз. Қаншалықты итке таланып жатқандар жүдә көп, бірақ ешқайсысы тіркеліп жатқан жоқ, бұны ешқайсысын тіркеп жатқан жоқ. Ақтөбеде анау қансыратып баланы өлтіріп тастаған кездерде алдында не қылды? Іс қозғады. Кейіннен бұл жерде ешқандай қылмыстық іс жоқ екен деп, істі қайттан жып-жылығып жауып қоя салды. Неге енді бұл жерде қылмыстық іс жоқ?
иттің құқығын қорғап отырғандар жауап берсін да. Жауап берсін. Олардың баласын талап тастаса қандай болар еді? Мына пікір жазып жатқандар, сендердің балаларың талап тастаса қандай болар еді? Я болмаса жаңағыдай қызыңды талап балтырын жұлбаса, бас терін жыртып тастаса қандай болар еді? Бұл енді жалғыз ғана өз қара басыңа бәле келмегеннен кейін басқа да сөйтіп өмір сүріп жатыр екен деп ойламау керек. Бұл иттің жағы көшеде жүріп балаларды қуалап жүруі үлкен бәле. Сол енді иттер сол баланы сол күні өлтірмеген болса да басқа күндері ол ауру болып өліп қалуы мүмкін. Ауру болып өліп қалуы мүмкін. Бұл дүние, Аллах субханаллах тағала бұл дүниені адамдар үшін жаратқан. Бұл дүниеде ең құрметті, ең бір жағы қымбат адамның жаны, адамның өмірі болу керек еді. Қазір біздің мемлекетте иттің өміріне ғана жағы көңіл бөліп қалды. Мынау жаңа тастама Бердібек Сапарбаев әкім болып тұрған кездерде біреудің итін атып тастап, ол итті жағы қалаға дейін көтеріп әкеп, сол иттің егесі әйел қандай жылаған болса, әкіметтағылардың бәрі жылап, соған көңіл айтқан еді да. Бұл не адам болып өмір сүру керек. Ит болып кету керек та. Ал ит ол көшеде жүрмеу керек. Иттің бірақ құқығын қорғап жағы не қылып жатқан болса, бір жерден итті асырайтын жер салғын, оның жағы есігін орнатып қойғын, сөрді итті бағасың ба, иттің ортасында өзің бірге жатасың ба, иттің ортасында өзің бірге жүресің ба, өзің білгін. Көшенің барлығын сен неменеге итке жүргізіп қоясың? Не үшін ит көшеде жүру керек? Бұл әрбір қазақстандықтардың құқығына қол сұғу деген сөз. Бұның адам орнына санамау деген сөз. Мынау әрбір Қазақстандағы адамдарды ит қуалап жүрсе барлығы, баласын да қуалап жүр, қатынын да қуалап жүр, қызын да қуалап жүр, ойбай сағызып алдына салбап шырылдатып қуалап жүрсе, ал неге енді ит бұл көшеде болмау керек? Итті атып тастау керек десе, сен келіп алып мынау пікіріңді жазып отырсың. Ақыл болу керек адамда. Бір адамның сөзіне пікір жазу үшін де ақыл болу керек, ақылменен жазылу керек. Ана жердегі жазылған пікірлердің бәрі бір ақылды адамнан шығып тұрған жоқ, бір ақымақ адамнан шығып тұр. Өзі бір итке ұқсап кеткен адамдардан шығып тұр. Жапа шегіп жатыр, барлығы жапа шегіп жатыр. Көшенің бәрі итке толып кетті. Бір ит туатын болса 16-17 ит туып жатыр. Ұялас иттер барлығын талап қырып жатыр қазір көшенің барлығын. Бір күнде 133 адам итке таланады екен. Жылына қанша мың адам итке таланып жатыр қазір. Сол мына қазір маған пікір жазғандардың өзін ит тістеп жұлмалап тастаса не бетіңді айтар едің? Не істер едің? Әрине сен енді иттің ішіне түспейсің. Иттің құқығын қорғағаның үшін енді қомақты ақша алып астыңа мәшіне мініп жүрсің. Біз енді қарапайым халық иттің құқығын қорғап жатқанымыз үшін де, я болмаса басқа үшін де бізге ақша түсіп жатқан жоқ. Біз мәшіне міне алмай жатырмыз. Біз көшеде жаяу жүреміз. Анау сендердің құқығын қорғаған иттің ортасында жүріп жатырмыз. Балаларымыз да сол иттердің ортасында, немерелеріміз де сол иттердің ортасында. Ата-аналардың жаны шүпіректе отырады. Қайда көрсең, ортада ата-аналар шауып жүргені. Бала мектептен шықса, баланы мектепке апарып тастайды. Баланы мектептен қайтып алып келеді. Мысалға, жаңадан түсіп жатқан көшелер бар. Солардың бәрі итке тола. Балаларымызды өзін жібере алмаймыз деп отыр. Сол бір ауылдың өзі, қаланың ішіндегілер. Баланы біз мектепке апарып тастаймыз. Қайтып мектептен алып келеміз. Көшенің бәрін итке толып кеткенін олар мінекей сонда зар қылып айтып отыр. Бірақ мына депутаттың сөзін қуаттайтын адам бірде-біреу жоқ. Балалары да таланып жатыр, қыздары да таланып жатыр, өздерін де қуалап жүріп жатыр. 32 жастағы бір жігітті иттер талап жеп қойды, ашқой жеп қойды, өлтіріп тастады. Осылардың бәрін айтса, бір ақымақ, басының барлығы мидың орнына қоқырсық болып кеткен біреу отырып алып, ана жерге адамның жүйкесіне тиетін пікірлер жазып қойыпты, бейшара болып. Сен не ойлап отырсың? Басында не бар кішкене мына көше, мынау. Болмаса
мынау мемлекет кім үшін? Адамдар үшін емес па? Иттер үшін емес қой. Не керегі бар ол иттердің көшеде қаңғып жүрген бұралқы иттердің? Сол бұралқы иттердің кесірінен көп адамдарға ауру жұғып кетіп жатыр. Үстілері қотырайын күні көрдім, біраз иттерді аялдаманың жанында тұр, дір-дір етіп. Үстін бәрі қотыр, қып-қызыл не болып кетіпті, терісін бәрі қызарып кеткен. Ана күні бір иттерді түсірдім 6-шы мөлтек ауданынан. Мусордың ішінде, қоқыстың ішінен бірдеңе теріп жеп жүрген. Иттерді қарап болмайды. Сабалақ болып кеткен. Атылсын иттер, болды, басқа ештеңе жоқ, атып тастасын. Заң шығарсын, атсын деп. Итті ату керек деп заң шығарсын. Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев, сіз енді әрине ел басқарып отырсыз. Халыққа қызмет етіп отырсыз. Біз енді түсінеміз енді. Бізді де сіз түсініңіз, көшеде жүру мүмкіншілік болмай қалды. Міне кеше ғана ютубты қарап отырсаңыз, Орал қаласында бір кішкентай баланы 10 шақты ит қуалап кетіп бара жатыр. Қай жерде, қаланың қай жерінде кетіп бара жатсаң да, бір әйелді қуалап бара жатқанын көресің, бір қызды қуалап бара жатқанын көресің, кішкентай баланы қуалап бара жатқанын көресің. Өзім де жақында бір кішкентай бала велосипедпен кетіп бара жатқан екен, 10 шақты ит артынан қуалап жүрген екен, соны әрең дегенде арашалап алып қалдым. Мынау көшеде итке таланып, адамдардың бәрі қансырап өле берсін ба? Өзіңіз бір осы жерде бір кішкене жаңағыда иттің құқығын қорғағандарға бір пікіріңізді айтып, сол иттің барлығын көшеден қаңғытпастан бір жерлерден жаңағы ит тұратын жерді салып, әрине енді өздерінің қалтасындағы ақшасын салсын, мемлекетке жоламасын. Мемлекет итақты ақшаны халыққа тауып бермей жатыр. Мына итті бір жағына шығарсын да, көшенің бәрі итке толып кетті ғой, жүре алмай қалдық қой көшеде. Енді мынау жағы дөкейлер, байлар әрине машинамен жүріп жатыр. Олар итті көріп те жатқан жоқ. Көріп те жүрген шығар, мынау әрбір жолдың жағаларында атар болып иттер жатады. Сондықтан осы итті бір жағына шығарып, осы мәселені бір жақтама қылып шешіп беруіңізді біз өтініш қылған болар едік. Халық атынан, халық болып бұл өтінеміз. Итті бір жағына шығарыңыз. Иттің мәселесін шешіңіз. Болмайды мынау. Бүткіл Қазақстанның түкпір-түкпірін бәрінде иттер адамдарды қуалап жүр.